Қош бол, мұңға толы сәтті. Қош бол, қош бол, қош бол. Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім. Ассалаумағалейкум радио тыңдаушы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы таза Қазақстан қоғам бейнесі деп аталады. Қоршаған ортаның тазалығы, тұрмыстық қалдықтарды басқару, жасыл бастамалар мен қоғамдық мәдениет барлығы тек мемлекеттің емес, осы қоғамда өмір сүретін әрбір азаматтың жауапкершілігі. Президент бастамасымен қолға алынған таза Қазақстан жалпыұлттық науқаны осындай ортақ жауапкершілікті нығайтуға бағытталған. Бүгінгі бағдарламамызда біз осы бағытта нақты жұмыстарға тоқталмақшымыз. Студияда қонақта Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Сағынып Замир Садығұлы және Аманат партиясының жастар рухы, жастар қанаты төрағасының орынбасары Хамитов Ержан Болатұлы. Құрметті спикерлер, студиямызға Қазақ радиосының қара шаңырағына қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Қайырлы кеш. Енді өмір сүретін ортамыздың тазалығы, жастардың эко белсенділігі, әрі осы бағыттағы нақты жобалар мен бастамалар жайлы сөз қозғайық. Енді Замир аға, өзіңіз білесіз, таза Қазақстан акциясы тек науқандық қана шара болмауы тиіс деп мемлекет басшысы қадап айтты. Абайдың өзі, Хакім Абайдың өзі қара сөзінде айтады ғой, әр саналы адам жылында бір рет, айында бір рет, күнде бір рет есеп беріп отыру керек. Не істедік, не қойдық, алға қандай міндеттер алып отырмыз деп, сонда ғана қоғам өседі, сонда ғана адам санасы өседі дейді. Енді біз таза Қазақстан туралы айтқан кезде, мынау өңірлер бар, оның ішінде мынау өңірлер бізге қарайды, Астанада не істеп жатыр екен деп, Астананың күнделікті тазалығы бар. Енді біз көбінесе ұйықтап жатамыз. Астана тазалық қызметкерлері қаланың бүкіл біздің лақтырған қоқысымызды, басқа да лас дүниелерді тазалап жатқан, жұмыс істеп, еңбектеп жатқан кезде біз ұйықтап жатамыз. Бірақ шаруасы өте көп. Сол жұмыстар қалай атқарылып жатыр? Жалпы осы таза Қазақстан акциясы аясында атқарылған жұмыстарға өзіңіз бір тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Біріншіден енді жалпы таза Қазақстан акция ол мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы айтып кеткендей, ол бір күндік акция емес. Жалпы бұл акцияның өзімізді экологиялық мәдениет қалыптастыру бағытында істеліп жатқан үлкен акция. Енді қала тазалығына келетін болсақ, бұл енді тек қана коммуналдық қызметкерлердің жұмысы арқылы істелінбейді. Тек тазалағанда емес, ластамау бағытта, ластамау бағытта біздер экомәдениет қалыптастыруымыз керек деп өзіміз ойлаймыз. Жаңағы біздің ұранымыз таза сана, таза қала. Егер адамның санасы өзгермесе, қанша заманауи техниканы жұмсап, қаланың тазалығына қаншама күштер жұмсасақ та, қала бұндай таза болып тұра алмайды. Сол себептен әрбір осы қаланың тұрғыны жалпы бұл ортақ үйім деп есептейтін болса, сонда біздің жалпы қаламыз тазарады деген ойдамын өзім. Саналы қоғам, таза қоғам деп есептейміз. Тек тазалау ғана емес, ластамауға жол бермеуіміз керек деп ойлаймын. Себебі, мысал есебінде айтып кетейін, Мәңгілік ел даңғылын бәрі біледі. Ең үлкен даңғыл болып есептеледі. Бұл даңғылды біздер күніне 2 рет шаңсорғышпен және сумен тазалап өтеміз. Ал енді осы іс-әрекетті бір күн істемей қалатын болсақ, екінші күні бұл көшелерде темекі қалдықтары, қағаз, пластик бутылкалар жиналып қалады. Бұл нені білдіреді? Бұл экомәдениеттің төменділігі. Әр адам көліктен атып лақтыра салады. Осының бәрі жалпы осы бағытта негізінде біздер жұмыс атқаруымыз керек деп ойлаймын. Мысал үшін айтып кетуге болады, қасымыздағы еліміз Қытай мемлекеті. Сонда Ухан қаласы бар. Ухан қаласын бәрі білетін бар. 19-дан кейін танымал болып кетті ғой бұл қала. Ухан қала оның алдында да 20 жыл бұрын ең лас қала болып есептелінген. Лас мегаполис болып есептелген. Оның тұрғындары енді 13 миллионнан 14 миллионға жақындайды. Сол жүйелі мемлекеттің жүйелі жұмыс атқару арқылы цифрландыру және халықпен жұмыс істеу,
Сол арқылы қазір Ухан қаласы Қытайда екінші орын, тазалық жөнінен. Азия бойынша 10-қа кіреді. Үлкен қалалар, Токио сияқты, жаңағы Дубай сияқты қалалардың қатарында 10-қа кіреді. Онда да үлкен жүйелі түрде үкімет тек қана тазалыққа қаражат жұмсау емес, халықпен де бірге, қоғаммен де бірге жұмыс істеген. Жалпы әртүрлі бағытта осы бұқаралық құралдар, ақпараттардың құралдарын, жаңа өкілдерін қосып, үлкен жұмыс атқару арқылы осындай нәтижеге жеткен. Енді қараңызшы, мысалға көшеде қыдырып жүрсеңіз, жұмысыңызбен бара жатсаңыз, баласы қолындағы тәттінің қағазын тастай салады, ата-анасы ештеңе болмағандай баласын ары қарай жетектеп кетіп бара жатады. Көріп тұрса да. Бұл енді біздегі Астана қаласындағы халықтың, тұрғындардың экологиялық мәдениетінің төмендігі ғой. Себебі ата-ана өзінің баласына үлгі болуы тиіс. Баласы жақсы, ақылы жетпеді, тастады қағазда. Анасы, әкесі көтеріп, балам бұлай болмайды. Бұл адамдардың еңбегі, бұл біздің үйіміз деген секілді мәнде бір сөз айтса, баласы мүмкін бір айтқан, екі айтқаннан кейін сол үлгімен жүрер ме еді деген біздің ойымыз. Енді Ержан мырза, өзіңіз жастар қанатынан келіп отырсыз, Аманат партиясының Таза Қазақстан эко акциясы аясында біраз шаруалар жасап жүргеніңізді біз білеміз, ел біледі, әлеуметтік желі арқылы жариялап жатырсыздар. Бұндағы мақсат эко белсенділікті, эко мәдениетті қалыптастыру ғой. Жалпы қала халқының эко мәдениеті неліктен кей жағдайда көңіл көншітпейді, соны өзіңіз жас ретінде қалай ойлайсыз? Және қандай жұмыстар жасап жатсыз осы бағытта? Енді жаңа айтып жатсыздар ғой өздеріңізде эко мәдениет қалыптастыру деп. Жалпы эко мәдениет дегеніміз осы жалпы біздің табиғатпен саналы түрде қарым-қатынасымыз ғой. Суды үнемдеу, табиғатты ластамау, бұның барлығы бірінші кезекте мен ойлаймын балабақшадан бастап алу керек деп есептеймін. Жаңағы тәрбиенің бәрі ата-анасының бұл баласының жаңағындай оқыс қылық көрсеткен кезде уақытында тыйым салуы, енді ғана қалыптасып келе жатқан баланың санасын дұрыс бағытта тәрбиелеп жіберсе, біз алдағы уақытта бірнеше жылда бұның жемісін көретін боламыз деп есептеймін. Себебі қазіргі соңғы жылдардың өзінде біздің осы эко мәдениетіміз кәдімгідей бір жүйеге келе жатқан сияқты деп есептеймін. Бірақ дегенмен де біз әлі бір жолдың басында тұрғандаймыз. Ал жастар рухы жастар қанатына келетін болсақ, жалпы бұл еліміздегі ең үлкен жастар ұйымы Таза Қазақстан акциясы басталған бетте бізде де өзіміз тарапымыздан бұл экологиялық бағытты өзіміздің күн тәртібімізден түсірген жоқпыз, және де үнемі бір бағытымыз ретінде алып келе жатырмыз. Мысалы, былтырғы жылы осы акция, Таза Қазақстан акциясы аясында Астана қаласынан Алматы қаласына дейінгі 1200 шақырым жолды біздің мынау автобанды тазалау жұмыстары жүрді. Енді бұл жерде әрине 2000-нан астам жас қатысса да осы аралықтың өзінде 100 тоннадай қоқыс жиналды. Бұл енді біз бір бастан аяқ тазалап өттік демесек те, дегенмен де бір халықтың санасына бір ой жүгіртетіндей, жастардың санасына бір дұрыс міне осыны көрсететіндей бір бағыт бердік деп есептейміз. Бұл жер тек қана бір екі жолдың бағытын тазалап өту ғана емес, сонымен қатар бұл жерге белсенді жастар, көшбасшылар, әр облыстың өзінің бір белсенділері, сонымен қатар біздің мәжілісіміздің депутаттары да қатысты. Яғни ол дегеніміз бұл жерде жол бойында қаншама біздің қалаларымыз бар, аудан орталықтары бар, ауылдарымыз бар. Соларда халықпен кездесулер өтті, жастармен кездесулер өтті. Тек қана тазалап қана қоймай, бұл эко мәдениетті қалыптастыру бойынша әртүрлі лекциялар оқылды. Бұның барлығы алдағы уақытта өз жұмысын береді деп есептейміз. Жақсы айттыңыз, Ержан Болатұлы. Жалпы жол деген сөздің өзі, жолды тазалау деген сөздің өзі бір символдық мәні бар секілді. Біз енді жаспыз, өмір базарына енді келіп жатқан сатып алушы дейміз бе, азаматпыз. Біз өзіміздің жолымызды өзіміз тазалап жатырмыз. Бұл жастар міне айналасындағы үлкен қоқысты тазалап жатыр деген жастар қанатының Аманат партиясының бір месседжі сияқты да, маған солай әсер етіп отыр. Енді бізге хабарласқан қазір тыңдаушы бар екен, эфирге шығарып көрелік, сіздерге қоятын сауал бар секілді. Қайырлы кеш, амансыз ба?
Сәлеметсіздер ме? Амансыз ба? Сұрағыңыз? Экомәдениет дейсіздер. Қайдағы экомәдениет? Ол егерде ата-анасы түк көрмеген жабайы мінез болса, ол баласына да лақтыр дейді. Мына жеке үйлерде, көпқабат үйлердің арасында, мына терезе алдында кішкене жер телімдері бар, огородтар. Соға өздері таста дейді баласына, титтай баласына, мына үлкен адам. Менімше сіздерге салық төлету керек сияқты. Немесе айыппұл төлету керек сияқты. Сосын сол айыппұлды өздеріңіздің жұмыстарыңызға жұмсайсыздар. Сондай мысал бар ма? Бізде видеокамера тұр, бірақ ешкім сол видеокамера жаңағы жасаған нелерін қабылдап, тексеріп, айыппұл салған емес. Мен айтсам бәлеге қалам. Жақсы. Мен тыңдаушының сұрағын түсіндім. Сіздер де түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Замир мырза, өзіңіз Уханның мысалын айтып қалдыңыз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ең лас мегаполис еді. Қазір әлем бойынша екінші, Қытайдағы екінші таза қала дедіңіз. Енді сіз сол тазалықтың сыры неде? Қалай әсер етті? Тек қана айыппұлмен қорқытты ма? Әлде қандай да бір ынталандырушы бір күштер әсер етті ме? Өзіңіз сол тәжірибесін бөліссеңіз көргеннен кейін. Жаңа айтып кеттік қой, енді бұл тек бәрі бірге жүру керек деп есептеймін. Әрине заңнамаларды күшейту ол мәселеде тұр. Бірақ басты мәселе, жаңа басымызда айтып кеткендей, ол тек қана тазалаған жерде емес, ластанбайтын жерде таза болу керек. Сол себептен сананы өзгерту керек. Сол бағытта жұмыс атқаруымыз керек. Жаңа хабарлаушы жаңа бізге шыққан сұрақ айтып жатыр, жаңа айыппұл жасау керек деп. Ол да керек болатын бар. Дей тұрғанмен де бір адам келіп жерде жатқан қоқысты көтеріп кететін болса, ол мынадан болатын болса, онда дейтін артынан келатқан тазалаушыларға да жұмыс аз болады. Сол бағытта жұмыс істеуіміз керек. Бір адам өзінің іс-әрекетін жасайтын болса, қасындағы көрген ол іс-әрекетті жалғастыруға тырысады. Әрине, бір адам қоқысты лақтырып кетіп, оған ешкім кедергі жасамайтын болса, ол қалыпты жағдай деп балада сезіну мүмкін. Жаңа әріптесіміз жақсы айтып кетті. Негізінде көпшілік елді мекендерде осы мәселені балабақшадан бастап, ең бірінші үйден басталу керек. Екінші балабақша, жаңағы мектеп, осы экомәдениетті өзіміздің ортақ үйіміз деп сол бағытта түсіндіру бағытын жүру керек. Көпшіліктері ойлайды, мысалы үшін біздің қызметкерлеріміз, бұл енді солардың міндеттері, солар таңертеңнен кешке дейін соны тазалап тұру керек деп. Солар бар ғой, не үшін ақша алып жатыр деген түсініктегі адамдарды мен көрдім. Оларға не үшін мемлекеттен біздің салығымыздан ақша төлейді? Олар солар істесін деп лақтыра салады мысалға. Енді сіз өз үйіңізде ондай нәрсені жасамайсыз ғой. Бұл біз қала деген, дала деген біздің өз үйіміз. Мысалға Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының мінезі деген трактатында жалпы қала халқы қандай болу керек, адам қандай болу керек, қаланың тазалығы бұл сол қалада тұратын адамдардың ішкі тазалығы, рухани тазалығы деп түсіндіреді. Енді біз сол деңгейге жете алмай келе жатырмыз. Сосын жаңағы әкімдік қайда қарап отыр деген секілді әлеуметтік желідегі диван батырлар көбейетін осындай сәттерде ғой. Енді сұрайын дегенім, мысалға кейде бір нәрсені жасау үшін аюға намаз үйреткен таяқ деп те жатамыз. Кейде бір шыбық, кейде бір бастан сипау. Мысалға мен осыған дейін мынандай бір ұсыныс айтқам, көп балалы отбасылар бар, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар бар, әртүрлі жағдай. Бірақ мына бұрын мектепте оқушыларға әр сыныпқа сіз осындай қағаз жинайсыз, сіз осындай шөлмек жинайсыз деп бір тапсырма беретін, бір пионерлік жарыс секілді болатын да, сол үздік шыққан балаларды лагерге жіберетін, сол мектепке бір қандай да бір марапат беретін деген сияқты. Қазірде біз сондай балаларды ынталандыратын бір тетіктер ойлап таба аламыз ба? Мысалға, бір үйдің екі баласы қағаз жинады, немесе қазір қаңылтыр банкілер бар ғой, әртүрлі энергетикалық сусындардың, соны жинап тапсырды, салмағын өлшеп. Ол баланы, ол белгілі бір мөлшерге жеткен кезде, ол отбасыға коммуналды қызметтің ақысын төлеуге бір шегерімдер жасалса, сол отбасыға. Осындай пайыз сізге жеңілдік, себебі сіз мынандай нәрсені әкеліп өткіздіңіз, қоғамға, қалаға осындай пайдаңыз тиді, коммуналдық қызметке пайдаңыз тиді. Сол кезде мүмкін балалар арасында да бір ішкі жарыстар болар ма еді, ата-анама осылай көмектессем ғой деген. Себебі қазір балаларды біз еңбекке тарта алмаймыз ғой. Заң бар, балаларын кәмелетке толмағаннан еңбекке тарта алмаймыз. Бірақ олар ата-анасының қиын жұмысына байланысты көмектескісі келеді. Ал көмектесетін бір құрал, тетік, осындай бір идеялар болса, қоғамнан мүмкін идея жинаса, қалай істесек болады осы дүниені? Басқа бір жолын тапса қоғамның өзін атсалыстыру керек секілді. Қалай таза қыламыз деген кезде қоғам өзі соған шешім айтса.
деген ой ғой. Сіздер қалай ойлайсыздар? Замир мырза өзіңіздің ойыңызды, Ержан мырза өзіңіздің негізінде пікіріңізді білсеңіз. қала тазалығы ол ұлттың келбеті ғой. Негізінде алғашқы көзқарас ол көшелердің тазалығынан қалыптасады. Бізге талай келіп жатқан туристеріміз бар, шетелдік инвесторларымыз бар. Жаңағы бірден түскенде қаланың тазалығына байлап, жаңағы қарап, жалпы адамдарға жаңа өзіңіз айтып отқандай жаңағы санасы қандай деңгейде екенін өзі қалыптастырып жүре береді. Арға келу келмеуі содан да шешім қабылдайтын болар деп ойлаймын. Енді жаңағы айтылып кеткен әңгіменің басты маңыздылығы бұл баланы сол бағытта тәрбиелеу. Бұл жаңа айтылғандай мектепте, балабақшада, мысалы үшін Германияда кезінде мына пластикті бөлек жинау, қағазды бөлек жинау, жаңағы бөлек сараптау мәселесінде өздері бірден енгізе алмаған. Сол себептен бұлар балабақшадан бастаған. Балабақшада жаңа арнайы сабақ ашып, сол нетіп, үйіне келгеннен кейін бала әке шешесіне жаңа ата-анасына айтады, мынаны мында салу керек, мынаны мында салу керек деген бағытта. Сөйтіп жаңағы сұрап жаңағы жинау бағытында енгізген деген тәжірибе бар дейсіз. Тәжірибе бар. Сондай тәжірибелерді біздер қолдануымыз керек. Әрине, заңнаманы күшейту ол да керек нәрсе. Бізде мынандай бір мәселе бар. Мысалы үшін, осы біздің қазір Астана қаламыз жас қала, күнде бой көтеріп жатқан ғимараттар бар. Бой көтеріп жатқан. Ал сол ғимараттан шығатын лас шаң өте көп. Шаң тозаң мәселесі қалада өте актуальды. Иә. Соның ішінде көктемде қар басылғаннан кейін сол сәуір айына бізде осы шаммен алсамыз. Бұның да тәжірибелері бар. Бұның бірінші тәжірибесі, мысалы үшін қасымыздағы Қытайды алсақ, Ресейді алсақ, және Европа елдерін алатын болсақ, бұларда дейтін жаңағы осы шаң шығару мәселесі, дөңгелекті жумау мәселесіне бірінші қатан жаңағы айыппұл салынады. Олардың айыппұлдары $1,500 басталатын болса, біздің айыппұлдарымыз, мысалы үшін келетін болсақ, ол $150-200. Қытайда, мысалы үшін, кезінде осы көк құрылыс деген бағдарлама қабылдап, 500 заводты жауып тастаған. 2350 заводқа жаңа тыйым салдырған, жаңа ішіндегі құрал жабдықтарын ауыстыру жөнінде дейтін ұсыныс жасаған. Онда ең үлкен айыппұлдың саны $70,000 тұрады. Норвегияда да осындай жаңа заңдар қабылдаған. Ол бір жағы. Екінші жағы жаңа айтып отқан, мысалы үшін сол құрылыс салып отқан мекеме элементарны жаңағы дөңгелек жуу мәселесін қолға алмайды. Ол алып келіп жаңағы дөңгелек арқылы жаңағы батпақты алып шығып, бұған көптеген мәселелер бар, жаңағы батпақты алып шығып көшеге. Ол көшеде кепкеннен кейін бәрі шам болып шыға келеді. Сол себептен де жаңағы мынандай желді күндерде көпшілік елді мекендерде, көпшілік елдерде мынандай желді күндерде құрылысты тоқтатады. Бір енді Астанада онда құрылыс болмай қалатын сияқты, Замир аға. Себебі Астананың өзі желді қала деген бір аты бар ғой енді. Жел біздің бір стихиямыз секілді. Дегенмен де сіз айтып отырған мәселе, шаң тозаң мәселесі қалалықтарды көп толғандыратын мәселенің бірі. Әсіресе құрылыс қарқын алған бүгінгідей күнде бұл қала халқының бір жанайқайы. Мүмкін ар жағында қоршау, мүмкін басқа бір технологиялар, мүмкін су сеуіп па, бір арасында шаңды басып отыру деген сияқты талаптар қойылу керек секілді құрылыс нормаларына. Өйткені себебі сол құрылыстың айналасындағы ғимараттарға да, тіпті соның қасында тұратын тұрғындар да терезесін аша алмайды. Терезесін ашады, іште шаң. 2 күннің бірінде шаңын сүртіп жүреді. Міне үлкен мәселені сіз қозғап отырсыз. Мына жерде жастар қанатынан Ержан мырза да келіп отыр. Бұл енді жастардың осы мәселеге мән беруі біздің қоғамдағы үлкен бір қозғалыстың басталып жатқанын көрсетіп отырғандай. Жалпы енді жұмысшы мамандықтар жылы ғой биыл. Жұмысшы мамандықтар жылында еңбек адамдарына қандай жағдай жасап жатырсыздар? Таңнан тұрады, түнімен жүреді. Бұл кісілердің бір мотивация беретіндей, бұл кісілерге жігер беретіндей, әлеуметтік тұрғыдан қандай көмектер бар бұл кісілерге? Жалпы бұл да күрделі мәселенің бірі. Бізде жаңа айтып кеттік қой, басқа елдердің тәжірибесіне келетсек, сол Европадағы, мысалы үшін Германия, Швеция, Франция, бұлда коммуналдық қызметкерлерге бөлек ерекше өздерінің жаңағы әртүрлі бағдарлама бар. Қытайда да ондай бағдарлама бар. Мысалы үшін ең бірінші бағдарлама қай елде де проблемалық мәселелердің бірі бұл тұрғын үй.
сол тұрғын үй коммуналдық қызметкерлеріне тұрғын үйге жеңіл несие беру. Қытайда коммуналдық қызметкерлерге бөлек муниципалды үй салып беру мәселесі де қолға алынған. Осы мәселесі. Ол мәселені неге қозғап отыр? Бұл дейтін Союз кезінде де болды. Кезінде жаңағы сыпырғыш болып жұмыс істейтін болсан, 3 жылдан кейін пәтер беру мәселесі. Бұл кадр саясаты. Бұған жаңағы тек қана жағдайы жоқ адамдар емес, бұған болашақты ойлаған, өзін жаңағы тұрақты жұмыс істейтін, тек 1 жыл емес, тұрақты жұмыс істейтін адамдарды тарту мәселесі де қолға алынады негізінде. Енді өзіміз тарапымыздан бізде де енді қазір отбасы банкпен меморандумға қол қойып, бізде де жеңілдеткен несие алып беру бағытында өзіміздің қызметкерлерімізге бағытында жұмыс атқарып жатырық. Бірақ бұл дейтін тек бір мекемемен шешілмеу керек. Бұл жүйелі түрде мемлекеттік бағдарлама болу керек. Сол коммуналдық қызметкерлер тек қана біздің жаңағы санитарлық тазалаудың мәселесінде емес, бұл коммуналдық қызметкерлерге су беру, қамтамасыз ету қаланы, лас суды шығару, светпен қамтамасыз ету, жаңағы жылумен қамтамасыз ету, оның бәрі сол коммуналдық қызметкерлерге келеді. Және бізде білесіздер ғой, қалада жаңбыр жауғанда жаңағы сол суды, жаңбырдың жаңа суын алып шығару, ол да коммуналдық қызметкерлердің, соның бәріне жүйелі түрде дейтін негізінде бағдарлама қабылдану керек деп мен өзім ойлаймын. Жақсы, Замир мырза, Ержан мырза, енді уақыт шектеулі болып тұр, 20 минуттан асып отыр. Біз енді бұл хабарымызды осы жерден тәмамдауға мәжбүрміз. Десек те таза Қазақстан тек эфирмен ғана шектелмейді. Бұл іс-әрекетпен өлшенетін, қоғамның бет бейнесін көрсететін үлкен шара, мемлекеттік бастама. Сондықтан әр азамат таза Қазақстанда өмір сүремін десе, тазалықты өзінен, өз ортасынан, өз отбасынан бастауы керек деп біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келіп сұхбат бергендеріңізге көп-көп рахмет айтамыз сіздерге. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.